Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын салат жасайтын боламыз. Достар, бұл салат 4 қана құрамнан жасалады. Салатты дайындау үшін бізге 300 грамм асылған ет, 1 сәбіз, 1 пияз, 2 қияр және аз ғана өсімдік майы керек болады. Құрметті асүй қаншайымдары, сіздер де менімен бірге дайындаңыздар. Ең бірінші, менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Асылған еттің орнын тауық етімен де алмастыруға болады. Ал кеттік достар, салатты менімен бірге дайындаймыз. Ол үшін бізге пиязды ұсақтап 4 бұрышылап тураймыз, сәбізді үккіштен өткіземіз, қиярды жуып, дайындап қоямыз, және менде ет асулы тұр. Сіздер де осылай етті алдын ала асып қойсаңыздар болады. Тапамызға аз ғана майды құйып, туралған пиязымызды саламыз. Пияз қызарғанша қуырамыз. Қызарып қуырылған пияздың үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, аз ғана тұз, қара бұрыш саламыз. Пияз бен сәбіз қуырылып болғаннан кейін 10 минутқа суытып қоямыз. Енді салатымызды дайындаймыз. Етті жіңішке ұзынша етіп турап, ыдысқа саламыз. Қиярды да міне өздеріңіз көріп тұрғандай осылай турап, оны да ыдысқа саламыз. Қиярды салмас бұрын біздің пиязымыз бен сәбізді саламыз. Өз қалауымызша тұз, қара бұрыш себеміз. Кинза, укроп қосуларыңызға да болады. Ол өз қалауларыңызға қарай. Барлық қоспалар салынып болғаннан кейін жақсылап қасықпен немесе осындай лопаткамен араластырамыз. Міне біздің салатымыз өте тез дайын болды. Сіздер де міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Кеңес беремін, өте дәмді болады. Менің отбасымның мүшелеріне жақсы қатты ұнады. Егер сізде дайын асылған ет тұрса, бұл салатты дайындау өте оңай. Өздеріңіз де көріп отырсыздар. Және дәмді қонақтарға да ұсынуға болады. Салат дайын болғаннан кейін, ыдысқа салғаннан кейін осылай өз қалауларыңызша әсемдеп әрлеуге болады. Құрметті достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.